Сәлеметсіздер ме? 18, 16, 17, 9 білімгерлері. Денсаулықтарыңыз қалай? Қал-жағдайларыңыз қалай? Ал бүгінгі сабаққа келетін болсақ, бүгін біз кәсіпорын қызметінің экономикалық нәтижелерін талдауды тақырыбын өтеміз. Мұнда біз талдау дегеніміз не? Талдау не үшін қажет? Талдаудың қандай түрлері бар деген сұрақтарға қарастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың жоспары, қарастыратын сұрақтарымыз мынандай: кәсіпорын қызметінің экономикалық нәтижелерін талдау, пайда мен пайдалылықты талдау және есеп. Ал келетін болсақ, талдау терминнің өзі гректің сөзінен шыққан, яғни аудармасында ол бөлемін деген сөзді білдіреді, анализ деген сөзден шыққан. Демек, бұнда талдау дегеніміз құбылыстар мен заттарды зерттеу үшін оларды құрушы бөлшектерге бөлемін дегенді білдіреді. Мұндай бөлшектер зерттелген заттың құбылыстың процесінің ішіне үңілуге, оның әр бөлшегінің мәнін анықтауға мүмкіндік береді. Экономикалық талдаудың маңызы мұнда кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыруды анықтау болып табылады. Яғни экономикалық талдау қолданбалы ғылым болып келеді, бірақ оның нақты пайдасы өндірістік үрдістің барлық кезеңдерінде пайдаланылмаған қорларды анықтау болып табылады. Яғни бұнда шаруашылық қорының барлық жұмылдырғаны үнемдеу, шығындарды үнемдеу болып табылады және жоғары нәтижеге жету үшін өзінің бүкіл қағидаларын салуды айтамыз. Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдау мазмұны мен міндеттері, оның атқаратын функциялары мынадай 5 қағидадан тұрады. Олар: экономикалық заңдарды іске асыру сипатын зерттеу, кәсіпорын қызметінің нәтижелерін бағалау, өндіріс тиімділігін арттыру, резервтерін анықтау, ағымдағы және болашақтағы жоспарды ғылыми негіздеу, резервтерді пайдалану бойынша шаралар белгілеу. Адамның талдау қабілеттілігі қоршаған ортадағы өз іс-әрекеттерін әрқашан бағалап отырудың объективті қажеттілігінен туындайды және жетілуде. Бұл еңбек пен ресурстың анағұрлым эффективті жұмсаудың тәсілін іздестіруді итермелейді. Мұнда тұрған халықтың санының өсуіне, өндіріс құралдарының жетілуіне, адамзаттың рухани және материалдық қажеттіліктерінің өсуіне байланысты талдау дамыған қоғамның ең алғашқы өмірлік қажеттілігіне айналады. Экономикалық талдаудың мынандай әдістері бар: балансты әдіс, нормативті әдіс, есепті аналитикалық әдіс, экономика-математикалық әдіс, эффективті экономикалық әдіс. Экономикалық талдау теориялық талдау болып және нақты экономикалық талдау болып бөлінеді. Мұнда теориялық талдаудың өзі бірнеше түрге бөлінеді: макроэкономикалық талдау және микроэкономикалық болып бөлінеді. Халық шаруашылығын талдау, халық шаруашылық қатынастарын талдау. Ал нақты экономикалық талдауымыз микроэкономикалық талдауға бөлінеді және сапалық экономикалық талдауға, территориалды экономикалық талдауға, бағдарламалық талдау, кәсіпорын шаруашылық қызметін талдау болып бөлінеді. Есеп шығарайық. Мұндай кестеде бізге берілген мәліметтерді екі фактордың әсерін анықтау дейді. Өнімді өткізуден түскен табыстың өзгеруін анықтау және айналым қаражатының жылдамдығының өзгеруіне байланысты қаражаттың орташа қалдығын анықтау. Яғни бұнда биылғы жыл мен өткен жылдың шарттары берілген, мұнда өзгеруді табамыз. Өнімді өткізуден түскен табысты табамыз, талдау кезінде күндер санын күнін табамыз, айналым қаражатының орташа қалдығын табамыз, бір айналым ұзақтық күнін табамыз, айналым қаражатының айналымдылығын табамыз, айналымдағы қаражаттың жүктеу коэффициентін табамыз, яғни тиынды табамыз. Мұнда бізге берілген: былтыр біз 48 мың ақша жұмсасақ, биылғы жылға біз 53 мың ақша жұмсаттық. Сонда ауытқу бізде, яғни 5 мың теңге болып тұр. Өзгеруіне біз 5 мың теңге жазамыз. Талдау кезінде күндер саны 360 күн болса, биылғы жылға да 360 күн берілген, яғни бізде өзгеріс жоқ, яғни оған 0 жазамыз.
айналым қаражатының орташа қалдығы 3122 берілген өткен жылға, ал биылғы жылға 3208 берілген. Мұнда біз жазамыз 76 жазамыз өзгеруіне, яғни 76 қосылған. Ал енді айналым қаражатының айналымдылығын анықтау үшін біз былтырғы жылға 5000 берейік, биылғы жылға 7000 берейік. Сонда 2 жылдың айырмашылығы бізде болады 2000 теңге. Айналым қаражатын жүктеу коэффициентін табу керек. Яғни былтырғы жылға біз 2000 берейік, биылғы жылға 4000 берейік. Сонда біздің өзгеру құнымыз 2000 теңгені анықтап тұр. Айналымдағы қаражаттың жүктеу коэффициенті 4500 берсек, былтырғы жылға 4000 берейік. Сонда ауытқу бізде 500 теңге болып тұр. Пайда мен пайдалықты талдау. Яғни пайда дегеніміз не, сауда дегеніміз не, табыс және басшы. Пайда дегеніміз бізде яғни кез келген жұмыста, фирмада жұмыста болсын, әркім өз пайдасын табу керек. Мысалға алатын болсақ, біз кез келген бір ручканы алайық. Соны біз өңдеп шығарамыз, ішіне қанша шығын кетті, соның бәрін есептеп, соның бағасын шығарамыз. Яғни ол жерде бізде ручканың үстінен бір ручканың шығынына кететін соманы есептейтін болсақ, ручканың ішіндегі пастасына 3 теңге кетті, сыртындағысына 20 теңге кетті, ішіндегі сиясына 10 теңге кетті. Сонда бізде 33 теңге ручканың өзінің шығыны. Яғни шығыны біз оны фирмадан алып сататын болсақ, 50 теңгеге сатамыз. Яғни бізде бір ручканың өзіне 13 теңге пайда түсіп тұр. Пайдалылық көрсеткіштер бірнеше топқа біріктіруге болады. Өндіріс шығындардың және инвестициялық жобалардың өтелімділігін сипаттайтын көрсеткіштер. Сатылымдардың пайдалылығын сипаттайтын көрсеткіштер. Капиталдың және бөліктердің табыстылығын сипаттайтын көрсеткіштер. Экономикалық талдаудың түрлері: диагностикалық талдау, маржиналдық талдау, факторлық талдау болып бөлінеді. Яғни диагностикалық талдаудың өзі қаржылық, экономикалық және әлеуметтік экономикалық бөлінеді. Одан маржиналдық талдауға түседі, экономикалық статистикалық және экономикалық экологиялық болып бөлінеді. Үшінші талдау факторлық талдау, ол маркетингтік және салыстырмалы талдау болып бөлінеді. Енді пайдалық көрсеткіштеріне талдау жасау, қор рентабельдігінің есеп айырысу рентабельдігінің өзгеруіне әсерінің факторлардың өзгерісі арқылы есептер шығару дейді. Есептерді мен қазір сіздерге жіберемін. Видео урок бойынша WhatsApp-қа жіберемін. Жаңағы түсіндірген есеп бойынша шығарамыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сау болыңыздар.